санасыз ойсыз жар емес, өз ойына ар емес деген сөз кей адамдар тос сөйлегенде, әңгіме айтқанда не айтып не қойған өздері білмейді және де ұмытып қалады. Нені білдіреді ол? Мына ақылдың Құдайға байланбағандығын білдіреді. Мына адам тос айтқанның өзінде, біреуге тілек айтқанның өзінде жүрекпен айтпайды, санамен ғана айтады. Яғни байлаусыз ақылдан шығатын сөздер. Егер біз мына жүректі ақылға, ақылды Құдайға байласақ, біз адамға тілек айтсақ та, біз адамға бата берсек те, барлығы жүректен шығады екен. Сонда бізде ақыл байлаулы, байлаусыз болып екіге бөлінеді екен. Біз ақылды Құдайға байлаған кезде біздің мына өмірдің дүние танымы логика арқылы бір ізді әрекетпен алдымызға келіп тұрады екен. Ол не деген сөз? Мысалы, сіз Құдайға сұрақ қоясыз, артынша жауап келіп тұрады. Құдайға сұрақ қоясыз, артынша жауап келіп тұрады. Ол әр кетсе бір секундтың ішінде келіп тұрады. Не үшін келеді? Мысалы, сіз бір адамды көргіңіз келді, артынша ол адам келіп тұр. Сіз бір тағамды қаладыңыз, артынша сол тағам келіп тұр. Ол не деген сөз? Мына ақыл Құдайға байланды деген сөз. Сонда біздің мақсатымыз адамның ақылын Құдайға байлау. Адамның ақылы Құдайға байланған кезде біз дүниені танимыз, өзімізді танимыз және Құдайды сүйе бастап, Құдайды тани бастаймыз. Ал Құдайды тану үшін, мына ақылды Құдайға байлау үшін ең бірінші инструмент бізге не қажет? Сұрақ. Қалай ақылды байлаймыз деген сұраққа жауап беретін болсам, осы аталарымыздың, бабаларымыздың кітаптарын оқуымыз қажет. Яғни білім, ғылымның жолына түсуіміз қажет. Ғылым, білім ол Алланы сүю деген сөз.